Етегін ашпа арудың, зорлық түбі қорлық. Тарыдай боп енген мектептен таудай болып үлкен өмірге қадам басқалы тұрған бітіруші түлектердің қуанышында шек жоқ. Ұлттық бірыңғай тестілеуден ойдағыдай ұпайларын жинаған оқушылардың жоғарғы оқу орнына түспес бұрын бітіру кешіне дайындықтары басталып кетті. Данияр мен Назерке 11 жыл бір сыныпта оқыған сыныптастар, тек сыныптас қана емес, айырылмас ғашықтар болатын. Екеуінің сезімдері сонау 6 сыныптан басталған. Назерке сынып топашысы болса, Данияр спорт секторы. Спортқа етене жақын жігіт түрлі жарыстарға барып, медальдарды жеңіп алса, Назерке олимпиадалар мен ғылыми жобалардан жетістікке жетіп жүрді. Екеуіне қарасаң көзің тояттанатын, бір-біріне құйып қойғандай жарасатын. Олардың сезімдерінен тіпті мұғалімдер де хабардар болатын. Артық оғаш қылықтарын байқамағандықтан ұстаздары ескерту берген емес. Данияр сыныптасына ғашық болған, ата-анасына ер жете келе айтқан. Назеркенің өзі мен ата-анасының жақсы, тәрбиелі кісілер екенін білгендіктен олар қарсы бола қойған жоқ. Назеркенің анасы жұмыссыз үй шаруасындағы әйел, әкесі дәрігер. Жастар кешкі айтулы мерекеге барынша дайындалып жатты. Ата-анасының тұңғышы Назерке армандаған көйлегін әперіп, қыздарының көңілін қарауда. Одан бөлек сабағын үлгілі аяқтаса, ең әдемі көйлек кигіземіз деген уәделері бар болатын. Назерке кеш ханшайымы болса, Данияр нағыз ханзаданың тап өзі болды. Әсем әуенге әуелете билеп, жас түлектерге арналған тілектер қарша борап жатты. Даниярдың көңіліне кірбің басым, себебі сүйіктісі басқа қалаға оқуға кеткелі жатыр. Екеуі бірін-бірі қимай, ұзақ сырласып, болашақтары жайлы сөйлесті. Назерке Даниярды ешқашан есінен шығармайтынын айтып, басу айтты. Қанша қимағанымен екеуінің жолы осы жерде екіге бөлінді. Құжаттарын тапсырып, әрқайсысы өз бағытын таңдап жаңа өмір бастап кетті. Назеркенің ата-анасы қыздарын шалғай жерге жібергісі келмегенімен болашағын ойлады. Мамандық иесі атанып, келешегіне нық қадам басқан жасағанын қалады. Данияр болса туған туыстарынан ұзамай жергілікті университеттің дипломын қанағат тұтты. Телефонмен хабар алмасып тұрармыз деп сөз байласты. 5-6 ай шыдасың болғаны, қайта келемін ғой жаным, шыдауың шыдаймын ғой, бірақ сені сағынатын боламын. Сол кезде қайтпекпін, аз уақытқа шыдайық, түбінде бірге боламыз ала бұйыртса, мен де сені сағынатын боламын Данияр. Мен қоңырау шалғанда жүреу тұтқаны көтеретін бол, әйтпесе алаңдаймын. Жарайды, көріскенше қымбаттым. Оқуыңды жақсы оқы. Биік мінбелерден көрін. Спорт шебер атағын алуды ойла. Сенің болашағың жарқын. Мен сені сүйем жаным. Бір сәтке де ойымнан шығарғамаймын сені. Жақсы көріскенше аман бол алтыным. Сезімдерім өзіңе аманат, деді де бетіне шөлп ете сүйіп, Данияр вокзалға шығарып салды. Назерке пойыздың терезесінен жүргенше Даниярға телміре қарап тұрды. Осылайша ғашықтар бірінші рет бір-бірінен алшақтаған болатын. Үлкен қала, бейтаныс адамдар, жаңа орта, жатақханаға орналасып, бөлмелес қыздарымен танысып алды. Бөлмедегі 3 қыздың бірі Қаракөз Назеркенің жерлесі болып шықты. Екеуі етене араласып, жақын құрбыларша достасып кетті. Мұғалімдерге тез үйренісіп, сабағына ұқыпты қарайтын. Қаракөзге үнемі көмектесіп, қасынан табылатын. Кеш батысымен телефонға жармасып, Даниярмен сөйлесетін. Ортамен тез араласып кеткенін, жаңа достар тапқан айтып мәз болатын. Қалай сағынғанын, әрдайым ойлап жүрген жігітіне айтып, көңілін көтеріп қоятын. Сұлу қызға жігіттер сұқтана қараса да, көзін төмен салып бұрыла қоймайтын. Балмұздақ қыздың соңынан ерген бозбалалар сезімдерін жауапсыз қала беретін. Курстастарына сыйлы, ақылды, білімді, парасатты Назеркені бәрі де жақсы көретін. Жатақханадағы вахтер апайдан бастап, қарауылдарға дейін сол қыздың ибалығы мен тәрбиесіне тәнті ететін. Көп ұзамай қысқы сессиялар да басталып, жоғары балларын жинап, президенттік шәкіртақыға ие болды. Үйіне билет алып, ата-анасы мен жігітін көруге асықты.
туып өскен жерін, бауырларын, әке-шешесін сағынып қалған қызды туыстары қуана қарсы алды. Бір қызығы, сүйіктісі Даниярды да көре алмады. Жарыстармен өзге қалаға жол тарттым деп сылтауратқан жігіт 3 күйлі ғайып болды. Жігітін көруге құштар қыз қамығып қалды. Оқуына қайтар уақыты жақындап, жігітінің үйіне барып кішігірім сыйлығын табыстағысы келді. Есік қаққан Назеркеге жігіттің қарындасы ашты. Сәлеметсің бе Назерке әпке? Қалайсың? Ағаң қайда? Ол деп аузына сөз түспей тұрғанда арғы бөлмеден Даниярдың анасы келіп қалды. Назеркежан, қалайсың? Жақсы, өзіңіз? Мына жерде Даниярға арналған сыйлығым бар еді. Өзі келгенде бере саласыз ба? Жарайды, бірақ Назерке қызым, енді сенің Даниярды ұмытқаның жөн-ау. Неге? Не деп тұрсыз апай? Себебі біз оны басқаға үйлендіргелі жатырмыз, деді де қыздың мұңлы жүзіне қарамай есікті тарс жапты. Түкке түсінбей абдырап қалған Назерке бір орында қатайып тұрып қалды. Есі кіресілі күйде жігітіне қоңырау шалып еді, телефоны сөндірілді. Есеңгіреп үйіне әрең жетті. Қызының жағдайын алаңдаған анасы не болғанын түсінбей дал. Ертесі жол жүру керек қыз, кереуеттен тұруға шамасы жоқ. Бас алмай жылай берді. Неліктен сүйген жігітінің аяқ асты жоғалып тастап кеткеніне миына қонар емес. Қаншама жыл кешкен тәтті сезімдерін бір сәтте тәрк еткенін алақ болды. Заттарын буып түйіп қайта оқуына аттанды. Даниярға өкпесі басылар емес. Соңғы сөзін айтып кетсе болмас па еді деп сансыз сұрақтарға жауап алмай қала берді. Жатақханасына жайғасып, құрбылармен хал жағдайын сұрасып, сол бұрынғы тұйықтығына басты. Сабағы да нашарлап, оқуға ден қоймай кетті. Құрбысына не болғанын түсінбеген Қаракөз анық қанығын білген соң көңілін көтеруге тырысты. Кешкісін жігітімен кездесуге Назеркені ертіп шықты. Жігітін ойлап шыдай алмай, Назерке тағы Даниярға хабарласты. Телефоны сол баяғыша өшірулі. Болды, бітті. Мен енді сүймейді екесің ғой. Мен сені ұмытамын. Жолымыз осымен екеге айырылсын. Мен сенсіз ақ күнімді көремін. Саған енді хабарласпаспын. Сертімде тұрмасам, атым өшсін, деп ашуға бұлықты. Қаракөздің ұсынысын қабыл алып, кешкісін серуендеп келуге келісті. Әдемі киімін киіп, сәндене боянып, өз көңілін көтергісі келді. Қыздар жігіттердің шақырған саябағына аздап кешігіп барды. Қаракөз құрбысының жігітімен таныстырды. Сәбит жақсы жігіт боп көрінді. Жанындағы жолдас жігіт өзін Кеңесбекпін деп таныстырды. Айтуларынша бала кезден бергі достар екен. Жастардың сөздері жарасып, уақытты көңілді өткізе бастады. Кеңесбектің көздері Назеркеге оқтай қадалды. Сүп-сүйкімді, аңғал қызды торына түсіру түк еместігін байқады. Қаракөз бен Сәбит оңаша сөйлесіп тұрғанда құрбысын әңгімеге тартты. Сұлу қыздың жүрегінің жаралы екенін аңғарып, демеу көрсеткісі келді. Содан не керек екеуінің таныстықтары арта бастайды. Кеңесбек күнде көлігімен Назеркені оқу орнына келіп қыдыртып жүрді. Жергілікті жердің тұрғыны болғасын, қаланың түкпір-түкпірімен жақсы білетін. Назерке жаймен Даниярға деген сезімдерін ұмыта бастайды. Алдағы келе жатқан қыздардың мерекесіне орай Кеңесбекпен тойламақшы болып, тосын сыйын күтіп жүрді. Мереке күні Қаракөз екеуі ерекше құлпырып шыға келді. Кеңесбек бірінші келіп, Назеркені жатақханадан алып кетеді. Жігітінің досынан сенген Қаракөз еш алаңдамай Назеркені шығарып салады. Екеуі қас қарайғанша ұзақ жол жүреді. Қайда бара жатқанын білмеген қыз уайымдай бастайды. Мені қайда бара жатсың, Кеңес? Сәл шыдасаң көресің, жаным. Жаным деген не? Мен сенің қызың емеспін ғой. Сен маған ұсынысты жасамадың. Жасаймын. Қазір саған бәрін жасаймын, деді де біраз шақырымдарды артқа тастап, қала сыртындағы үйлердің біріне тоқтады. Біз қайда келдік, Кеңесбек? Менің үйіме? Сенің үйің бұл төңіректе емес сияқты еді ғой. Екінші үйім. Жүр, кеттік. Қайда? Мен бармаймын. Көліктен түстеймін.
неге біз сенің үйіңе келдік? Мен қорқып тұрмын, кеңес, кері қайтайықшы, деп жалынды Назерке. Жоқ, неге қорқасың? Мен сені ата-анамен таныстырамын. Түсе ғой, жүр деймін, әйтпесе көліктен көтеріп түсіремін, деп әзілдеп қояды. Аяқ қолы дірілдеп, әзер үйге кірген қыздың зәресі зәр түбіне жетіп барады. Алдан ешкімнің қарсы алмағандығы да қорқынышын сұйылтып барады. Кеңесбек, үйіндегілер қайда? Мұнда ешкімді көрмей тұрмын ғой. Олар ма? Бәлкім жолда келе жатқан болар. Сен еш алаңдама, қазір мен шай қойып келейін, деді де сыртқы есікті ішінен құлыптап тастады. Неге құлыптап қойдың? Қазір туыстарың келсе есікті аша алмай қалады ғой. Болды, жетер Назерке. Сен ақмақсың ба? Жоқ, әлде өтірік көрілгірсіп тұрсың ба? Сен не деп кеттің? Кеңесбек. Жетер, еш нәрсе түсінбей тұрмысың? Бұл үйде біз оңашамыз, тек екеуміз. Мен бұл үйді сен үшін жалға алдым. Сені керемет күйге бөлегім келеді. Керемет күй? Жоқ, маған ештеңенің қажет жоқ. Өтінем, мені жатақханаға барып салшы. Құлың болаймын. Неге мені алдап қорқып тұрсың? Деп шошыды Назерке. Не, мен ба сен алдаған? Қойшы өсінің бәрін. Одан да махаббаттың тәтті түнін бірге өткізейік. Онда тұрған не бар? Сен сұлу қызсың, мен қан ойнаған ер жігітпін. Керемет емес пе? Келші, жаныма кел. Тапқан екенсің, деп еске қарай жүгіріп кілтті айналдыра бастады. Миығынан күліп тұрған жігіт артынан барып, қолдарын шап беріп ұстап алды да көтеріп жатын бөлмеге алып барды. Жалма-жан өзінің киімдерін шешіп, Назеркенің де киімдерін жұлмалай бастады. Қанша қарсыласқанымен алып күшке тойтарыс бере алмаған қыз сорланып қала берді. Бүкіл денесі ауырсынып, көк ала қойдай көгерген денесіне қарап жылап жіберді. Жігіт Назеркеге қарап тұрып, мен сен қыз болып шығады деп мүлдем ойламадым. Кешірші. Оңбаған, түріңді де көргім келмейді. Мені апарып таста, деп жалбарына бастады Назерке. Болары болып бояу сіңген соң, не шара? Кеңесбек еш ойланбастан қызды апарып тастайды. Назеркенің мүшкіл түрін көрген қыздар жаны ашып, не болғанын сұрай бастады. Алғашында айтқысы келмеп еді, бәрібір қаракөз біліп алды. Дереу жігітіне хабарласып, досының хайуандық әрекетін айтып берді. Назеркенің жағдайы күннен күнге нашарлай бастады. Дәрігерге тексерілуге барғанда жыныстық жолмен жұғатын жұқпалы ауруды жұқтырғанын естіп состиды да қалды. Емделуге қаражат аз кетпейтін көрінеді. Бұл түрдегі жұқпалы аурулар көбінесе төсек қатынасына көп түсетін адамдарда болатын дәрігер анықтап түсіндіруге тырысты. Назерке болса байқаусыз бір жігітке алданғанын айтып әлек. Тезірек емделмесең келешекте бала туа алмайсың, деген дәрігердің сөзінен қатты қорқып Кеңесбекке хабарласты. Назерке жан, жайшылық па? Әлде мен ұнатып қалдың ба? Тағы қалап тұрсың ғой шамасы. Қайдасың? Қазір жетем, деп қас пен көзінің арасына жетіп келді. Өз-өзін ұстай алмаған қыз көшедегі көпшілікке қарамай қолдарымен Кеңесбекті сабалай бастады. Әрең сабырға шақырған қызды көндірген соң мән-жайды сұраған жігіт ат-тонын ала қашады. Назерке болса, кеңес, өтінем, мен саған еш кінә артпаймын. Тек маған, яғни еміме кетер қаражатты тауып берші. Менің ата-анамнан сұрар бетім жоқ. Сен қызықсың, әуелі өзің жармасасың, кейіннен менің басыма пәле боп жабысасың. Кет әрмен қарай. Көргенім сен болмысың. Сенен тек желкемнің шұқыр көрсін, деді де көлігіне мініп тайып қалады. Бәлекет басына еселеніп жабысқан қыздың өмір сүруге құлқы қалмады. Жақын құрбыларының көмегімен жиған азын-аулақ ақшасын еміне жетпейтін. Қарагөз жігітіне хабарласып, құрбыларының тауқыметіне өздері жауапты екенін айтып жүріп, Назеркені ұзақ емдеді. Көзі жастан құрғамай, ұнжырғасы түсіп кетті. Өмір сүруге деген еш талпынысы болмай жүргенде ауылдағы анасы келіп қалады. Бүрісіп жатқан қызын көріп, бір шикіліктің барын сезген анасы тамырын басып, жақын тартып сөйлесіп еді, Назерке ызаланып жылап жіберді.
нендей күй кешіп қандай бәлекетке тап болғанын айтып анасының көзіне тік қарай алмады. Анасы ашуға ерік бермей сабырмен өзін әрең қолға ұстап әлгі оңбаған Кеңесбектің нөмірін сұрады. Апа, сіз оны қайтесіз? Керек жоқ, мен одан қатты қорқамын. Жалпы еркек атаулыдан қорқамын. Неге мені соғыр етіп жаратты екен жаратқан? Алғашқы махаббатым Даниярдың жасағаны анау. Менімен қоштасуға да дәрмені жоқ. Мына оңбағанның қорлығы мынау. Мен сонда бақытқа лайықты емеспін ба, апа? Жоқ, қызым, жылама. Маған Кеңесбектің сұмның нөмірін бер. Болмаса мекен жай айт. Жайын айт. Мен оны бір жақты қылмайынша сенің өмірден бас кешуіне жол бермеспін, деді де Кеңесбекке хабарласты. Жөндеп жауап бергісі келмей зекіп сөйлескен жігітті жолығуға шақырды. Кеңесбек кешігіп келді де амандық саулықсыз төтесінен сөзді періп кеп жіберді. Сіз өзі кімсіз? Қызыңыз қандай тәрбиесіз? Мен сонда оны сүйреп жатақханасынан алып шығыппын ба? Өзі аяғымен, балтыры жалтыраған санымен көйлегіме өзі келіп отырды. Кездесуге өзі шықты желкілдеп. Енді келіп мені кінәлайсыңдар. Балам, артық кетпе. Сенің кінәң қызыңның арын таптағаның. Оған қоса қиын жағдайға ұрындырдың. Менің қызымның тағдыры не болады? Енді оны кім әйелдікке алады? Елге масқара болдық қой. Обалына қама. Егер ұнатып ойың болса, мен қарсы емеспін. Салтын жасап алып кет. Мен оған үйленеді деп кім айтты? Ондай қыздар қаланың түкпір-түкпірінде толып жүр. Мен ақымақ көріп тұрмысыз, әлде саудаласайын деп тұрсыз ба? Оңбаған иттің баласы, хайуан, қай жерің артық сенің? Лағынетім жаусын саған, көгермегір. Алтын сөзім саған қор болды-ау, деп ашуға мініп, теріс бұрылып тез-тез жүріп барады. Жатақханаға әзер жетіп, қызының бөлмесіне көтерілген анасы өксіп жылап жіберді. Қызым, басқа түссе бақшыл әйел 40 шырақты деген. Сенің әлгі иттен қырылғаның жөн болған. Алла екі дүниеде де ондайлардың жазасын бос жібермес. Сен есіңді жи, оқуыңды аяқтап, елге еңсеңді көтеріп барғайсың. Бәрі де ұмытылады. Тек етегіңе әзір бол деп бар ақылын айтып жатты. Анасының сөздерін мете тұтып, еңсесін тіктеп, оқуына ден қойды Назерке. Қайсарлығының арқасында оқуын үздік аяқтап, дипломына қол жеткізді. Ал Кеңесбек болса тағы бір қызды алдап соғып, басы бәлеге ұшыраған көрінеді. Қыздың туыстарға заңмен құдалап, темір торға тоғытқан екен. Оның бәрін Қаракөз Назерке сұрамаса да жазасын тартып жатқанын айтып жүреді екен. Назерке дипломын алып, өз өлкесіне келіп, туғандарынан көрімдігін алып, балаша қуануда. Жұмысқа орналасу үшін мектепке барып, директормен сөйлеспекші болғанда, баяғы алғашқы махаббаты Даниярдың қарындасын көріп қалады. Бой жетіп сұлу қыз болыпты. Назерке әпке, сіз? Иә жаным, қалайсың? Бәрі жақсы. Ағам сауығып, аяқтарын балдақпен басып жүр. Не дейсің? Қайдағы балдақ? Ол спортсмен емес па? Сіз хабарсыз екенсіз ғой. Ағам осыдан 3,5 жыл бұрын жарыста жолын жақындап, арбаға таңылған болатын. Мен неге мұны білмеймін? Есіңде ме сендермен үйлеріңе барғанымда анаң басқа қызға үйлендіреміз деп жатқанына? Жоқ, олай емес. Ағам ол кезде ауыр күйзелісте, ауруханада қабырғасында қамалып отырған болатын. Сіздің бағыңызды байламай, дені сау жігітті ұнатып, тұрмыс құрғаныңызды қалағаннан айтылған сөз болатын. Сол күні сізге анам сол сөздерді айтып болғасын, есікті жабар-жаппас көңілі босап, солқылдап жылап жіберген болатын. Анамның көз жасын сүртіп, жанынан табылғандықтан айтып тұрмын сізге бәрін. Өтінем жаным-ау, мені ағаңа баршы, жүрші. Менің Даниярды көруім керек. Сіз әлі де көргіңіз келе ме? Оның көңілі жарым ғой. Тек сіз жүрегіңіз жараламаңызшы. Жігітіңіз болса ағамның босқа мазасын алмасаңыз екен, Назерке әпке. Кім екен бұл сабырсыз қоңырау шалып тұрған деп есікті ашқан жігіттің анасы аңтарылып қалды. Назерке, сенбісің? Иә, мен апай. Даниярды көрсем бола ма? Жоқ, олар. Кім олар? Келіншек ме? Жоқ апай, ендігі сізге сенбеймін.
бір кезде ақымақ аңғал қызды алдағандай алдай алмайсыз мені. Өтінемін, Данияр қайда? Сен сенімдісің бе? Неге енді кеп тұрсың? Жоқ, керек емес, қайт үйіңе. Арғы жақтан Даниярдың апа, өтінем, кірсінші деген даусы естілді. Назерке түкпір бөлмедегі Даниярға қарай жүгіре жөнелді. Екеуі бір-бірін көріп үнсіз тұрып қалды. Екеуінде де сансыз сұрақтар кеуделерін кернеп барады. Жоқ, мен бұл ойларға нүкте қоям деді де Назерке Даниярдың мойнына асылды. Данияр Назеркеден қашан күдер үзіп қойса да іштегі сезіміне тоқтау сала алмай қуаныштан жылап жіберді. Екеуі ұзақ сырласып, балалық шақтарын еске алды. Назерке басынан өткенін айтып, ағынан жарылды. Себебі бұл олардың жаңа өмір бастауы үшін маңызды болатын. Осылайша қос ғашық табысып, өмірлері мәнді де сәнді бола бастады. Ал Кеңесбек болса жазығын өтеп, зорлықтың қорлығын көріп жатыр.